Таңғы асты ішпей арықтауға бола ма? Мүмкін емес. Зерттеулерде көрсетілуінше таңғы асты ішпеуден келіп шыққан қандағы қант құрамы төмендеу жағдайы жетілдіргіш гормонды тітіркендіріп, май жиналуды көбейтіп, әсіре семіздікке апарып соғады екен. Тағы бір зерттеудің нәтижесінде таңғы асты ішпейтін адамдардың әсіре семіріп кету қауіп-қатері 55% жоғарылаған. Сонымен бір уақытта таңғы асты біршама аз жейтін адамдар да оңай салмақ қосады екен. Таңғы асты ішпегенде адамда қарны ашу сезімі туылады. Түскі аста тежемдірек болмайтын болса, керісінше тамақты көп жеп қойып, оңай салмақ қосып алады. Оның үстіне адамның майлы, жоғары калориялы тағамдарға тәбеті ашыла түсетін болады. Дене салмағы жалпы калорияның сімірілуімен байланысты. Сондықтан тамақтан тиылу арқылы дене салмағын меңгеруге болады. Алайда кешкі аспен салыстырғанда таңғы ас тіпті де маңызды. Сондықтан арықтағысы келетін адамдардың таңертең қалыпты тамақтануы кешкі асты тарта жегені жөн. Осылай істегенде денсаулыққа залалы азырақ болады.